Өрлеу білім әлеміндегі жаңа тренд атты тақырыпта өткен баспасөз конференциясы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының конференц залында өтті. Басқосуға бақ өкілдері мен өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының басшылары, деңгейлік оқыту орталығы мамандары мен кафедра меңгерушілері және ғалым оқытушылар қатысты. Мақсат өрлеудің 2 жылдығына орай педагогтардың біліктілігін арттырудың жаңаша әдістері мен оқытудағы филиалдың жетістіктері және алдағы жоспарларын кеңінен насихаттау. Айта кету керек, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығынан жыл сайын 9.000-нан астам педагог қызметкерлер біліктілік арттыру курстарынан өтеді. Ал қысқа мерзімді курспен 8.000-ға жуық мұғалім, соның ішінде техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарының 850 педагогтары қамтылады. Ал Кембридж университетінің бағдарламасы бойынша деңгейлік курс бойынша 2012-2014 жылдар аралығында 2152 мұғалім біліктілік курсынан өтіп, соның 2121-і сертификатқа ие болған. Жуырда институттың 14 оқытушысы ПИЗа халықаралық зерттеуін жүргізу аясында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту әдістері бойынша Астана қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұйымдастыруымен өткізілген курсқа қатысып, сертификатқа ие болды. Курстан өткен тренерлер облысымыздағы педагогтарды үлкен межеге дайындау барысында. Қазіргі таңда өрлеу, қосымша білім беру жүйесіндегі білім беруді дамытудың негізгі үрдістерін зерттейтін, талдайтын, облысымыздағы ғылыми білім беретін әдістемелік орталық. Сондай-ақ білім жетілдіру институты базасында жұмыс істейтін деңгейлік бағдарламалар орталығының жетекшілігімен облыстың барлық аудандары мен қалаларында сертификатталған мұғалімдер мен тренерлердің тәжірибе алмасу бойынша педагогикалық шеберлік орталықтары құрылған. Ал ол орталықтар 90 сайын онлайн режимінде педагогтар үшін конференциялар ұйымдастырып келеді екен. Сондай-ақ өрлеу қызметкерлері Сингапур, Корея, Франция, Ресей, Ұлыбритания, Австралия университеттері мен мектептерінде білімдерін шыңдап, тәжірибе алмасып қайтқан. Осындай жетістіктерді баяндаған біліктілікті арттыру орталығының басшылары бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қойған сауалдарға да жан-жақты жауап беріп жатты. Ал өз кезегінде маңызды пікірлер де ортаға тасталды. Біліктілік арттыру орталығында дуалдық жүйе бойынша арнайы пән оқытушыларының кәсіби даярлығының сапасын арттыру мақсатында техникалық және кәсіби білім беру ұйымдары мен институт арасында келісім шарттар жасалған. Сондай-ақ әлемдік озық тәжірибелерді ескере отырып, педагог кадрларының сапалы біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету үшін филиал базасында өз-өзі тану және Монтессори кабинеттері ашылған. Мектепте басты идеолог бұл мұғалім. Ал әрине сол басты идеологты қалай оқытамыз, қалай сабаққа деген көзқарасын өзгертеміз, жаңарған стандарт негізінде қалай жұмыс жасау керек, оқушылардың білімін қалай бағалаймыз. Оның ішінде пән арқылы өмірлік дағдыларды қалай қалыптастыру керек. Осының бәрін өрлеу барысында, өрлеудің білім саласында жасалып жатқан үлкен дүние. Функционалдық сауаттылық бағдарлама аясында мұғалімнің сабақ беру әдіс тәсілдері түбегейлі өзгеру керек. Сондықтан осы біздің оқытқан мұғалімдеріміз өзінің жаңағы мектептегі мұғалім серіктестерін осы бағытқа үйретеді деп сенімдіміз. Айта кету керек, баспасөз конференциясының соңында өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының директоры Лаура Искакова аталмыш орталықпен қоян-қолтық жұмыс жасап келе жатқан бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары басшыларын арнайы дипломдармен марапаттады. Олардың арасында Айғақ телерадио корпорациясының президенті Дулат Әбіш те бар. Абаймар Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.